Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен творожный печенье дайындайтын боламыз. Өте оңай және тез дайындалады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен печеньемізге қажетті қоспаларды дайындап аламыз. Еленген ұнның үстіне қамыр қопсытқышты қосып араластырамыз. Бірінші бөлек ыдысымызға сүзбемізді салып аламыз. Үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ майымызды саламыз. Қантымызды салып, барлығын жақсылап қолмен араластырамыз. Үстіне ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай болып иленеді. Енді осы қамырымызды екіге бөліп, жаятын боламыз. Мән беріп қараңыздар, жайған кезде астына пергамент қағаз төсейміз. Аздап ұн сеуіп, қамырымызды қойып, үстіне тағы бір пергамент қағазын қойып, оқтаумен жаятын боламыз. Жайып алған қамырымызды енді кесеміз. Менде мынандай қалыптар бар, осының ортаншысымен кессеңіздер дәл болады. Жайып алған қамырымызды айналдыра кесіп шығамыз. Бөлек бір тарелкаға қантты және аздап корица қосып дайындап алыңыздар. Содан кейін жаңағы кесіп алған печеньеларымызды осы қантқа аунатып аламыз. Сосын кез келген өздеріңізге ұнайтын формаға келтіресіздер. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған духовкамызға 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің печеньелеріміз дайын болды. Өте оңай әрі тез жасалады. Балаларға ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де неше түрлі рецепттер салатын боламын. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.